Лакынка жасау үшін ең бірінші таза ыдысқа бір дана жұмыртқа салдым. Тағын араластырамын, үстіне сұйық майды құямын, араластырамын. Қант саламын, ашытқы саламын, араластырамын. Және 2 қасық қаймақ салдым. Араластырамын. 1 қасық тұз саламын. Араластырамын. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне міндетті түрде жазып қоятын боламын. Сол жерден өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Енді жылы сүтті құямын. Ұн саламын. Ұнды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп бөлшектеп салдым да, содан кейін араластырып отырып, тағы да ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илеймін. Қамыр бізде жұмсақ болып тұруы керек, міндетті түрде ондай қатты емес, қолға жабысып тұратындай қамыр болуы керек. Егер де сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар. Егер де жаңадан видео рецепт шыққан кезде сіздерге бірден хабарлама келетін болады. Және де неше түрлі рецепттерді өздеріңізге қолданып, қалай шыққанын комментарияға бөлісіңіздер. Міне осымен біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамыр көтерілгенше ішіне салатын кремін дайындаймыз. 1 жұмыртқаның үстіне жарты кесе қант саламын, араластырамын. Үш қасық ұнды саламын, араластырамын. 500 грамм жылы сүттің жартысын ғана құямын. Жартысын қайнатқан кезде ғана қолдануға қойып қоямын. Енді толықтай араластырамын да, газда баяу отта араластыра отырып қыздырамыз. Осы жерде ванильді қантты қоссаңыздар болады. Міне бізде қамыр крем қою болып шықты. Енді жаңа қалған сүтті құя отыра осылай араластырамыз. Газдың қасынан кетпей осылай видеодағыдай етіп араластырып отырамыз. Себебі крем бізде қайнаған сайын түйіршіктеліп көп болып кетуі мүмкін. Қалған сүтті құямыз да осылай бір рет араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қою масса болған кезде үстіне 50 грамм, 100 грамм майды саламын да араластырып қоямын. Енді кремді суыту керек. Суыту үшін ыдыстың өзінің қақпағын қолданбаймыз. Осылай пакетті қолданып, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп бетін жауып қоямыз. Себебі ішіне ауа кірсе, ол түйіршіктеліп қалады. Ал бізге түйіршіктелгені керек емес. Ашыған қамырды видеода көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Дөңгелек етіп жаямын да жартылай ай тәріздес етіп бүгемін. Осылайша барлығын жасап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын да 5-10 минутқа бетін жауып демалдырып қоямын. Сосын қызып тұрған пеште, 180 градусты пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне бізде осындай жұмсақ болып піседі және араларын барлығын ашып дайындап қоямыз. Ал бір булочканы аламын да блендерден өткізіп үгітіп қоямын. Әр булочканың ортасын ашық тұрған жерінде осылай кремді жағып шығамын. Міне осылайша жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін үстіне жаңағы үгітілген булочканы сеуіп шығамын. Осылайша барлығын орналастырып шығамыз. Осымен біздің лакынкаларымыз дайын болды. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа демалдырып қоямыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.